менің өзімнің де ерекше қызым болды. 1,5 айында қайтты. Иә, 1,5 айында қайтты. Ол қызымда да бір емес бірнеше диагноздармен туылды. Сол кезде менің басымнан қандай сынақтар өтті. Күні түні қасында боламын. Қызымның қиналған кезде еш жаққа кете алмаймын. Өйткені мен ерекше бала асырап отқан ата-аналарды жақсы түсінемін. Ешқайда шыға алмайды. Енді атын айтуымыз керек. Ертең ата-аналар хабарласса, біз қалай мекенжайды айтамыз деді. Сол кезде мен ойыма келді, өзімнің қызым, менің оңалсын деген ерекше қызым болған. Соның атын қойсақ қалай болады? Жарайды деді. Анасы айтты, апай бұл сөйлемейді ғой мүлдем деді. Неге сөйлемейді? Сөйлейді, Кәусар, сіз білмей жүрсіз ғой қызыңызды. Мамасы кеткен кезде тығылып барам үйіне. Барамда ана баламен жұмыс жасаймыз, екеуміз сурет саламыз. Апай деп терезеден айқайлаған кезде мен сол жерде тоқтап қалғанмын ғой, ана кәдімгі денемнен мұздай су құйғандай болды да. Мамасы айтады, мен сөйтсем дейді, мен қызымды өзім қорқып оқшаулап қойған екенмін ғой дейді. Оны үйде оқшауланып, менің балам осындай диагнозы бар деп оны үйде тығып қойсақ, ол баланы қалай ертең біз әлеуметтендіреміз? Құрметті мүмкіндік подкастының тыңдармандары, көрермендері, сіздермен бірге әдеттегідей подкаст жүргізушісі мен Дана Маратова, және бүгін біз Шымкент қаласындамыз. Жалпы ерекше баланың ата-анасының жағдайын, ерекше баланың жағдайын өзінің басынан осындай оқиғаны өткерген адам ғана түсіне алады. Қонағымыз да осындай ерекше баланың анасы болған Жадыра Жасұзаққызы. Жадыра Жасұзаққызы жақында ғана Шымкент қаласынан оңалсын атты орталық ашқан. Жадыра, қош келдіңіз бүгінгі подкастымызға. Рахмет, шақырғандарыңызға. Арнайы сонау Алматы қаласынан келдіңіздер. Сіздерге үлкен рахметімді. Біз де қош келдік, сіз де қош келдіңіз подкастқа. Орталықтың ашылуы құтты болсын. Жұмыстарыңыз жүріп жатыр ма, қалай болып жатыр? Иә, жүріп жатыр. Бұл орталыққа келуімде мақсаты, мен өзім мектепте мұғаліммін, бастауыш сыныптан сабақ беремін. Менің басымнан қазіргі таңда ерекше балалар өте көбейіп кетті. Ол жағдайды мен түсінемін. Менің өзімнің де ерекше қызым болды. Сол кезде біз ол кезде әлі больницада жатқан болатынбыз. Енем айтқан еді, осыдан осы қыз жазылып кетсінші, атын оңалсын қояйықшы деп. Сол кезде мен айтқан едім, не үшін оңалсын қояды? Мен қызыма бір әдемі ат дайындап жүргем. Қалай болсын солай атты қоя салады менің қызымның деп. Менің қызым ол кезде бір емес бірнеше диагнозбен туылды. Сол кезде менің басымнан қандай сынақтар өтті. Күні түні қасында боламын. Қызымның қиналған кезде еш жаққа кете алмаймын. Өйткені мен ерекше бала асырап отқан ата-аналарды жақсы түсінемін. Ешқайда шыға алмайды. Сондықтан да мен осы саланы зерттеп, депрессияда жүрген кезде енді шығу керек болды. Басқа да бала шағам бар. Өзім мектепке кірдім. Осы Шымкент қаласында ол кезде лицейде жұмыс жасайтынмын. Лицейде жұмыс жасап жүрген кезде менің сыныбыма ерекше бала келді. Үйде оқытылатын болды. Басында ол жалпы сыныпқа келді. Мүлдем құлағы естімейді, сөйлей алмайды. Маған өте қиын болды. Ол баламен қалай жұмыс жасаймын? Бізде мектепте өте талап күшті болды. Балада қалай да білім сапаны сұрайды деп. Нәтиже көрсету керек. Білім сапасы ол кезде, ол ерекше баланы емес, бізде білім сапаны қатты талап ететін. Мен қалай жұмыс жасаймын, мына баланы мен қалай қатарына қосам деген сияқты менде қатты ой болды. Содан бізде 2020-да бізде барлығы карантин басталды. Карантин басталған кезде менің барлық ойым, ана балалар, мені 23 балам кәдімгі онлайн сабақ өтеміз да, ана балам бір шетте қалып кетеді. Өйткені оның анасына түсінемін, менің басынан өткен, не істеп еді, менің баламды енді сонда құлағы естімейді деп алып қойды ма, шетке сырып қойды ма деген сияқты мен анасын қатты аядым. Содан мен іздене бастадым. Мен ол уақытқа дейін логопед, дефектолог не жұмыс жасайды мен білмейді екенмін. Солай іздедім, онлайн кітаптарды іздедім, ешқайсысы мардымсыз ештеңе ала алмадым да. Содан бір күні бір Ресейдің несін YouTube арнасынан көрдім. Логопед, құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын баламен жұмыс жасап жатқан. Сол кісіге жазып мен онлайн сабағын алдым. Сөйтсем ол кісі түсіндірді маған, баламен былай массаж жасайсың, тілін жаттықтырасың дейді. Мен ойладым. Сосын сол сабақты істейсің, содан кейін сурет салдырасың дейді ғой балаға. Мен ол бала ештеңе түсінбейді, мен оған қалай сурет салдырам, айта береді екен ғой деп. Жоқ, сосын сонда да енді ана кітапты сабақты сатып алғаннан кейін мен жұмыс жасауым керек.
Практикада қолданып көрдіңіз ғой. Содан үйіне барып жасырын барам. Мен ол кезде ковидтің кезінде еш жаққа шыға алмадық қой. Мамасы да ол кісінің денсаулығы жоқ, жаңа диализге түсетін. Үйінде әпкесі бар, 5-ші сынып оқиды. Соған звондаймын: Алина, мамаң кетті ма деймін. Мамасы кеткен кезде тығылып барам үйіне. Барам да ана баламен жұмыс жасаймыз, екеуміз сурет саламыз. Күнде бала қызығып, мен асығып күтеді да. Мынау тағы да ойладым, мен мамасы мен баламмен не жұмыс жасап жатқызып қойып бетін уқалап деген сияқты ойлайтын шығар деген ой болды да менде. Содан мамасы кеткеннен кейін жаңа баламен жаңа жұмыстарды жасаймын, сурет салам. Арада 1 ай уақыт өтті. 1 айдан кейін жаңа бала бір күні 2 қабатты үйдің суретін салды. Сосын мен сұрадым бұдан: Бибар, сен не жасап жатсың деп. Айта алмайды, бірдеңкелерді түсіндіреді. Сөйтсем, 1-ші қабатқа мені салып қойғанда, өзі 2-ші қабаттың терезесінде тұрды жаңа бала. Бұл не десем: апай дейді. Содан арада бір жеті өтті. Мен келесі сабағыма келе жатсам, жаңа бала әпкесіне звондаймын ғой, мен бара жатырмын деп. Апай деп терезеден айқайлаған кезде мен сол жерде тоқтап қалғанмын ғой. Ана кәдімгі денемнен мұздай су құйғандай болды да. Өйткені ана бала апай деген сөзді естідік та енді. Маған нәтижесін берді, жаңағы курста көрсетілген. Сурет шығармашылық арқылы ол баланы дамытуға болады екен, мен көзіме жетті. Содан ізденді, сол бала 4-ші сыныпты бітіргенде, Аллаға шүкір, жалпы сыныпқа өтіп кетті. 5-ші сыныпқа келген кезде анасы тағы барған ғой БМК-ға, жаңа қорытынды алуға барған кезде: сізге ешқандай қажеті жоқ, сіздің балаңыз жалпы сыныпта оқиды деп. Деген керемет нәтиже. Қазіргі таңда ол бала 8-ші сыныпта оқып жатыр. Жалпы сыныпта кәдімгі балалармен бірге оқиды, сөйлейді, құлағы да естіп кетті. Сонда мен ойлағаным, ол балада үйінде қатты стресс болған, бала содан қорқып сөйлемей қойған, қорқыныш болған ғой балада. Тек сурет арқылы біз тоқтаусыз сурет салдық, шығармашылық күнде екеуміз тақпақ айтамыз. Мен оған жаңылтпаш үйретемін, айта алмайды. Сол арқылы мен ойлаймын, сол шығармашылыққа бала бейім болған екен деп та. Содан қазіргі таңда 8-ші сыныпта оқып жатыр, жалпы сыныпта оқиды. Содан кейін мен жаңа Бибарсымды шығарып салып, қайтадан 1-ші сынып қабылдаймын ғой, енді 4-ті шығарып салғанда. 1-ші сыныпқа менің сыныбыма көпшілігі таниды, Кәусар деген есімді үйде оқылатын қыз келеді. Кәусар қызым басында енді олда да диагнозы жаңағы гликониз диагнозбен келді. Ол қысқасын айтқанда бауыры ауырады. Ешқандай ол қызға жаңағы көп жүруге болмайды, ешқандай көпшілікке қосылмай, енді анасы үйде әптен баланы оқшаулап өсірген. Өте қатты қиын болды. Үйіне барған кезде Кәусар қорқады. Бірдеңке болса ешкімге шықпайды, тек қана анасы болу керек қасында. Содан мен Кәусарға: давай, Кәусар, екеуміз сурет саламыз, екеуміз суретші боламыз, бүгін біз мынандай зат жасаймыз, екеуміз жоспар құрамыз. 2 ай қиналдық Кәусар екеуміз. 3-ші айда уже қараша айында Кәусар бір-бірімізді сағынып күтетін болдық. Кәусарға деген мен барлық махаббатымды бердім. Анасы да қуанады. Бірінші кезде анасы сыртта жаңа видеоға түсіріп тұрады екеуміздің сабағымызды. Қуанып сыртта солай жылайтын күндері болды. Бір күні мен айттым мамасына: давай мен бүгін Кәусарға видео түсірейінші, Фейсбукқа жариялайын. Екеуміз жаңа интернеттен көрдім да, Кәусарға анау әртүрлі қолдан жасалатын сабындарды жасадық. Екеуміз сабын жасадық. Сосын мен оны, анасы айтты: апай, бұл сөйлемейді ғой мүлдем деді. Неге сөйлемейді? Сөйлейді Кәусар, сіз білмей жүрсіз ғой қызыңызды деп. Екеуміз сабынды жасап Фейсбукқа салдым. Ол Кәусардың бірінші сөзі: мен бұны мектебімнің директорына берем осы сабынды деп. Сосын ағай комментарий жазып жүрген, мектебіміздің директоры Берікбай Елтайұлы: мен осы қызды үйіне барып көрейінші деп. Содан ертеңіне үйіне келді, мамасы кәдімгідей қобалжып, Кәусардың сабынын. Содан сол Кәусардың сабыны қанша жерлерге барып келдік қой. Мамасы айтады: мен сөйтсем дейді, мен қызымды өзім қорқып оқшаулап қойған екенмін ғой дейді. Арасында мектепке алып барам, Кәусарды 2 күн мектепке апарып, достарына қосам: мынау сенің сыныптасың, мынау сенің қасында дос қыздарың болады. Осылай Кәусар екеуміз кәдімгі Кәусардың сана сезімі үлкен адамдар сияқты. Өте ақылды қыз. Мен ойладым, неге бұл үйде оқшауланып қалу керек? Үйде оқытылатын қыз басқа қоғамға айналысуға болмай ма? Осындай сияқты Кәусарды мен қалай да дамытуым керек деп өзіме мақсат қойдым. Ол сабымен шектеліп қалған жоқ, біз арасында киізден әртүрлі бұйымдар жасадық екеуміз. Кәусардың қолөнерге икемі болды. Негізінде Кәусардың жан жақты сабағы да өте жақсы, адамдармен қарым-қатынасы да өзгерді. Кейін анасы бір күні айтты: менің қызымда өте жақсы өзгеріс болып жатыр деді.
бұрын басым ауырады деп жатып қалатын, ештеңе қызық емес. Қазір уже балада сабаққа деген ынтасы ашылып жатыр, мектепке барғысы келіп қызығады. Сіздің қызыңыз болып кетті ғой Кәусар деп. Ол сөзді естігенде мен өз-өзіме мотивация алдым да қайтадан арасында құмыра терапиясына алып бардым Кәусарды. Құмыра жасайтын. Қыш құмыра жасадық. Ол жерде кәдімгідей екеуміз жұмыс жасадық. Кәусармен бірінші сыныпта біз қатты жұмыс жасадық. Содан үлкен телеарналар шақырды бізді қонаққа, журналистер келді сұхбат алуға. Солай Кәусар екеуміз осылай жүріп жұмыс жасап жүрдік. Кәусар бірінші сыныпты аяқтағаннан кейін маған басқа да ата-аналар шыға бастады. Осы сіздердің мектептеріңізге берсек, менің баламмен жұмыс жасасаңыз деп. Сосын мен Берікбай Елтайұлына айттым, мен тек қана Шымкент қаласынан емес, бізге басқа ауданында балалар шығып жатыр. Қалай қарайсыз, біз мектепке қабылдай береміз ба деп. Сіздердікі негізі жалпы білім беретін мектеп, иә. Сосын біздің директорымыз Берікбай Елтайұлына әлі де алғысымды айтқым келеді ол кісіге. Жарайды, бір кабинетті берейін мен сендерге. Сол кабинетті өздеріңіз жаңағы ағайдың несімен, қолдауымен, демеушілігімен сол кабинетті біз өзіміз аштық. Ол кабинеттің атын Кәусар ерекше балалар дамыту орталығы деп аштық. Ерекше балалар қазіргі таңда біздің мектепте 60-қа жуық ерекше білімді қажет ететін бала бар. Ол да өкінішті жағдай, бала саны өте көбейіп кетті. Біз басқа ауданнан емес, қазіргі таңда тек өзіміздің сол Шымкент қаласының Шымсетидің тұрғындарының өзі сонша балаға саны жетті. Бір мектепте 60 ерекше бала. Иә, 60 үйде оқытылатын ерекше бала. Мамандар жеткілікті, кәдімгі өзіміз сияқты. Иә, өзіміз сияқты өздерінің сынып жетекшілері қосымша жұмыс жасайды. Енді оларға бөлек мамандар, логопед, дефектологтар жұмыс жасайды. Сонымен бірге ерекше білімді қажет ететін балаларға бізде өте қатты көңіл бөледі. Сіздің жаңағы жеке тәжірибеңізге сүйене отырып, кез келген ерекше баламен тұрақты әрі жүйелі түрде жұмыс істесе, нәтиже көруге болады деген тұжырымға келуге бола ма? Әрине болады. Ерекше білімді қажет ететін баланы оны тек қана үйде оқытылатын бала деп қоя салмай, жұмыс жасау керек. Баланы шығармашылыққа баулысақ болады. Сонымен бірге бала ортаға келу керек. Қоршаған ортаға келсе, бала сезінеді. Оның ата-анасы қандай үміттеніп әкеледі, менің балам мектепке келді деп, соның өзі үлкен жетістік ата-ана үшін. Сонымен бірге мен осы саланы арқылы, осы Кәусар мен Бейбарыс арқылы мен осы саланы қатты зерттей бастадым. Содан мен өзім ойламаған жерден осы қаңтар айында мектебіміздің қасында бір бөлме бар екен. Бір кісі маған хабарласты, сіз енді осындай ерекше балалармен жұмыс жасап жүрсіз, сізді көбіне көреміз. Осындай бір бөлмені сіз игілік қылып ала аласыз ба? Мен осындай тапсыруым керек еді деді. Мен қуандым. Сіз өзіңіз ойламаған, сізге ұсыныс тастады. Жарайды, мен барып көрейін дедім. Онда да ойламаған жерден қасыма бір кісі де, ол да осындай WhatsApp желісі арқылы шығып, екеуміз сол күні кездесіп, жаңа кабинет аштық. Сосын кабинет ашқан кезде, апай, енді атын айтуымыз керек, ертең ата-аналар хабарласса, біз қалай мекен-жайды айтамыз деді. Сол кезде мен ойыма келді, өзімнің қызым, менің оңалсын деген ерекше қызым болған. Соның атын қойсақ қалай болады? Жарайды деді. Оңалсын 1,5 айында қайтты. Иә, 1,5 айында қайтты. Ол қызымда да бір емес бірнеше диагноздармен туылды. Содан сол өзімнің қызымның атынан өзіме кішігірім жеке кабинет аштық. Иә, содан қасымдағы қыз да өте білімді қыз, остеопат маманы. Екеуміз сол күні аштық, ертеңіне уже біз 10 баланы қабылдадық консультацияға. Содан күнде балалар келіп, өзімнің оқушыларымды да, үйде оқытылатын өзімде қазіргі таңда 6 оқушым бар. Соның 4-еуі өте ауыр диагноз. Мендегі балалар қазіргі таңда Кәусардан бөлек ДЦП, Даун синдромы және аутизм балаларды қабылдаймын. Мен өзімде тек ауыр диагноздағы балалармен жұмыс жасаймын. Ол балаларды орталығыма алып келем. Сол жерде ата-ана әкеледі, күтіп отырады, жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда балаларында шүкір Аллаға деймін, нәтиже шығып жатыр. Мүлдем коляскамен жүретін балаларда өздері аяқ қадамдарын басып жатыр. Тамақ жей алмайтын, қолын мүлдем икемі жоқ балаларым тамақ жеп бастап жатыр. Бұның барлығы ойлаймын енді жұмысымыздың нәтижесі деп. Сонымен бірге ерекше балалармен тоқтап қалмау керек. Менің балам ерекше деп. Қазір көп ата-аналарға айтатыным, оқшаулап тастайтын. Оқшауламай, бір ата-аналар бар, баланы бизнеске айналдырып жүргендер де бар.
осы мен ерекше бала асырап отырмын, маған осындай көмек керек деген ата-аналар да бар. Ал осы балам жазылып кетсе, осы баламнан жақсы нәтиже шықса деп баласы үшін жанын беріп жатқан ата-аналар да бар. Қазіргі таңда қоғамда өте көп ерекше білімді қажет ететін балалар өте көбейіп кетті. Енді мен өзіме мақсат қойдым, ерекше білімді қажет ететін балаларды кедергісіз қоғамға айналдырсақ деген ойымызда бар. Алдағы уақытта енді осы бойынша кітапта шығаруға не жасап жатырмыз. Қандай керемет бастама. Иә, Алла қаласа барлығы осы ойлаймын, сол жұмыстың нәтижесі шығар деп. Жалпы ерекше баланы қоғамға бейімдеу үшін көп жұмыс істеп жатырмыз және нәтижесінде көріп жатырмыз. Ал қоғам оларды қалай қабылдайды? Қоғамды ерекше балаларға дұрыс қарым-қатынас жасауға қалай бейімдеу керек деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, қазіргі таңда мен өзім көпшілік жерлерге апарып жатырмын қоғамда, бірақ өте жақсы қабылдайды. Оларға қатты көңіл бөледі, жан-жақтан маған түрлі демеушілер шығады. Осындай, сізде осынша бала бар екен, бізден қандай көмек деген сияқты. Қоғамда қазір үйренді. Оғанда уже ол ерекше балаларға да қоғамда үйреніп келе жатыр. Қазір бір емес, екі емес, 3 баласы бар ерекше отбасылар көбейіп кеткен. 2-ның бірінде ерекше баласы бар. Оның барлығын ойлаймын, ата-ананың жаңа аяғы ауыр кезінде қатты депрессия, стресстен деп ойлаймын. Ал содан кейінгі бір ата-аналар бар, 6 айлық, 7 айлық баланы қолына телефон ұстатып қояды. Менің балам телефонды ұстай алады, менің балам күшті телефонды біледі, өте басы қатты істейді деген сияқты, оның бәрі дұрыс пікір емес. Сіздің жақында ғана ашылған орталығыңыздың жұмысына оралсақ, байқауымызша көптеген көп салалы қызмет түрін көрсетесіздер. АФК-да бар ішінде, аутизммен, даун синдромы, ЦПР, мамандарды қайдан қалай таптыңыз, қалай бір жүйеге келтірдіңіз, қазір қалай жұмыс істеп жатырсыздар? Бір жүйеге келтіргенде өзі осы орталықты ашқаннан кейін өздері хабарласады. Осылай, бірақ менің жаңағы остеопат маманым өте мықты, білікті кісі. Ол бір остеопатпен тоқталып қалмаған, ол жаңағы АФК маман болып та коррекционерларда жұмыс жасаған, сенсориканы да өте жақсы біледі. Логопед дефектологты да оқып алған ол кісі. Негізі консультацияны сол кісі береді балаларды. Ал мен өзім сенсорикамен АФК маманы болып жұмыс жасаймын. Енді бізге қазіргі таңда енді балалар ауыр, жаңағы ДЦП балалар үлкейіп кеткен, оларға ер адам керек деп ЛФК маманын алып жатырмыз. Ол кісімен сонда біздің қол астымызда қазіргі таңда 3 маман болып жұмыс жасаватырмыз. Енді жоспарда бар, үлкейтсек, көбейтсек деген. Ең бастысы бізде жаңағы балалардан жақсы нәтиже болса, басқа бізге ештеңе керек емес. Барлық ата-ана үмітпен келгеннен кейін сол аналардың үмітін ақтауымыз керек. Өзіңіз негізі жалпы білім беретін мектепте оқыдыңыз, ол жерде ерекше балалар болды дедіңіз. Жалпы білім беру саласында қандай өзгерістерге қажеттілік бар деп ойлайсыз? Оқшаулаған дұрыс емес. Өйткені ол бала оқшаулап отырса, ол қалай қоғамға айналысады. Оны үйде оқшаулап, менің балам осындай диагнозы бар деп оны үйде тығып қойсақ, ол баланы қалай ертең біз әлеуметтендіреміз? Баланы кез келген ортаға апару керек, шығару керек. Менің балам бүгін, ол балам мүлдем түсінбейді, ештеңені білмесе де, хотя бір қолына бір әшейін дәнді беріп ұстатқанның өзі ата-ана үшін үлкен жетістік. Менің балам мынаны ұстады бүгін. Бүгін қолына ұстап үйренді ма, келесі күні мына ыдысқа салып үйренеді. Ертеңіне 2 дәнді ұстай ма, мына ыдысқа салып үйренеді деген сияқты баланы оқшаулаудың керегі жоқ. Баланы әлеуметтендіру үшін қоғамға бейімдеу керек. Баланы көпшілікке қосып үйрету керек. Ол қасындағы сау баламен жүріп тұрып, жаңа бір ата-аналар болады, менің балам неге осындай деп өзінен өзі агрессиясы шығып, баланы тығып, олай дұрыс емес деп ойлаймын. Баланы ортаға қосу керек. Енді аймақтардағы жағдай қалай? Мысалы, ірі қалаларда, Алматы мен Астанада түрлі орталықтар, соңғы технологиялар әкелініп жатыр. Шымкентте жағдай қалай? Шымкентте де өте жақсы дамып келе жатыр. Бұндай салада қазіргі таңда коррекциялар өте көп, осындай жеке дамыту орталықтар көбейіп кеткен. Енді олардың барлығы осы маманға жаңағы білгеннен кейін ашып жатыр деп ойлаймын. Көпшілік айтады, қалай болсын дамып кеткен, қай жерде болсын, кәдімгі Саңырауқұлақ сияқты
осындай дамыту орталықтар ашылып кеткен дейді да. Ол кісілердің барлығы өзінен өзі келіп аша салмайды, олардың барлығы басынан өткеннен кейін ашады, осы мамандықты түсінгеннен кейін ашып отыр деп ойлаймын да. Мен ойлаймын, қазіргі таңда мен ата-аналардың бір ренжіген жағдайым бар. Бізде ата-аналар қазіргі таңда біздің Қазақстан коррекцияларын уже бір шетке сырып қояды да Ташкентті таңдап кетіп жатыр. Ал Ташкентте ол балада 10 күн укол салады, қайтып жібереді да, 3 ай тоқтатпай баланы сенсорика мен АФК-ны тоқтатпай жұмыс жасаңыздар деп қайтарып жібереді. Оны ата-аналар айтады, о, Ташкент сөйтіп айтты, 10 күн укол салады да қайтарып жібереді да, біз жаңағы Қазақстан коррекцияларын тоқтаусыз жұмыс жасайды да, мен балам Ташкентке барған кейін жақсы жұмыс жасап жатыр деп айтады. Ол дұрыс емес. Бізде көп кейіпкерден естідік. Иә, көп кейіпкерлер Ташкентке барады да, ол әдемі деп айтып, 10 күнде укол саламын, 3 айдан кейін балаңызды коррекцияға апарсаңыз, балаңызда өте жақсы результат болады дейді. 3 айдан кейін ата-ана қайта тәуелді бару керек. Ой, керемет, балаңыз жұмыс жасап. Антибиотиктер сияқты жұмыс жасайды сонда да. Кәдімгідей, иә, ол жерде жұлыннан жаңа уколды жібереді екен. Мен ойлаймын, ол жұлын оңай нәрсе емес. Ол өте нәзік жанды жеріміз ғой. Мен оған дұрыс пікір бермеймін. Мен қарсымын оған. Ал алдыма келіп жатқан ата-ана болса да, уже Ташкентке барды ма, мен ол ата-ананы қабылдағым келмейді. Өйткені ол менің жұмысымды, біздің ол қазақстандық центрлердің барлығын жоққа шығарады да. Ол жаққа барады, 10 күн сайын укол салады да, қайтып келеді. Коррекцияға тоқтаусыз барады, қайтып Ташкентке барады да, ой, болды, күшті, керемет деп. Қазақстанның жұмыс жасап жатқан мамандарын жоққа шығарып жібереді да. Ташкентке барып 10 күн укол салғанға кәдімгідей жаңағы жақсы нәтиже көріп жатырмыз деп есептейді. Демек, сіздің ойыңызша өзіміздің аймақта тек жүйелі, тұрақты түрде жаймен жұмыс істесек, жақсы нәтиже көруге болады дейсіз ғой? Баланы бірақ ата-ана сеніммен әкелу керек. Бір күн әкеп, 2 күн қоя салып, 3 күн әкеп, одан кейін күн тоқтатуға болмайды. Баланы жаңағы әлеуметтендіруге ата-ана белсенді болды ма, міндетті түрде тоқтатуға болмайды. 3 ай тоқтатпай жұмыс жасаса, жайлап балада өзгеріс пайда болады. Енді орталығыңыз жақында ғана ашылды, бірақ ол орталықты ашқанға дейін де жақсы нәтижелерге қол жеткізіп жүрсіз. Алдағы жоспарыңыз қандай? Не күтеміз? Алдағы жоспарым енді осы орталығымызды үлкейтсек деген ойымыз бар. Біздің мақсатымыз ерекше балалар азайса, кәдімгідей оларды өзі қатары балаларға қоссақ. Сол біздің мақсатымыз. Сонымен бірге ата-аналар да бірігіп жұмыс жасаса, балаларда әрине нәтиже болады. Жақсы, Жадыра ханым, көп рахмет бүгін уақыт бөліп сұхбатымызға келгеніңізге. Жаңадан ашылған оңалсын орталығының жұмысы оңалып, үлкен жетістіктерге жетсін. Орталықтың жетістігі тек сіздің ғана емес, бүкіл қоғамның игілігі үшін деп ойлаймыз. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті Молекула жобасының мүмкіндік подкастының көрермендері, тыңдармандары, бүгінгі эпизодымыз осымен тамам. Ең бастысы ұмытпайық, ерекше болу ол кемшілік емес, өмірді өзгертуге арналған мүмкіндік. Ал біздің контентімізді YouTube арнамыздан және әлеуметтік желілердегі мүмкіндік подкаст парақшасынан көре аласыздар. Келесі эпизодқа дейін сау болыңыздар.